Ana shu men shashында косорун болуп бересизби? Жоқ, әке, бізге олар қос ұрынғы көруге болмайды. Қос ұрынғы көру қызды атастырған деген белгі береді. Сондықтан мен сенің шашыңды әзірге қос ұрынғы көрмеймін. Келе ғой, шашыңды көріп берейін. Сосын менің біреуімге кім қарайды? Қыз баланың шаш үлгісіне, оның жүріс-тұрысына, сөйлеген сөзіне барлығы да мән береді. Егер әрбір қазақ өзінің салт дәстүрін, ұлтының әдет-ғұрпын білетін болса, ол ұрпақтан ұрпаққа жалғасады деп ойлаймын. Шаш үлгісін сақтау, сенің жүріс-тұрысың, сенің сөйлеуің, киім-киісің барлығы біздің отбасымыздың тәрбиесі мен тәлім-тәрбиесінің және біздің отбасының әлеуметтік жағдайының айнасы екенін ұмытпа, қызым. Жарайды, анашым. Анашым, сонымен қатар біз бүгін мектепте қазақ қыздары атты тәрбие сағатын өттік. Сол жерде бізге тілек жазып келді. Сол қандай тілек жазсам болады? Әрине, әрбір ана бақытты болуға лайықты. Сондықтан бізде мынадай ұғым бар: әлем аруларымен көркем деген. Егер әрбір ана бақытты болса, ол мемлекеттің, қоғамның айнасы. Сен біздің отбасының айнасы болсаң, біздің қоғамдағы бақытты әйелдер біздің мемлекеттің айнасы. Әрбір ана бақытты болу үшін оның отбасында ер азамат қорған аман болу керек. Үлкен қарт қариялар аман болу керек. Және ұлықты ұлдары, қылықты қыздары болу керек. Ең бастысы сол әйел үшін. Ал әйел болса, осының барлығын берекесін келтіріп, бақытты отбасын сақтау керек. Әрбір анаға мен қорғандары аман болсын, ер азаматтары аман болсын деген келеді. Ұлықты ұлдары, қылықты қыздары аман болсын деген келеді. Әрбір отбасына береке, бірлік тілегім келеді. Барлық ана бақытты болсын. Бүгінгі 8 наурыз мерекесімен барлық аналарды құттықтаймыз. Қыздарға әсемдік жарасады, ай көркі биіктетер аласаны. Болмаса сұлу қыз ару әйел,